Біздің бүгінгі әңгімеміз Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесі туралы болады. Егер де біз өзімізге сұрақ қоятын болсақ, осы денсаулық сақтау жүйесі қазіргі заманға, халықаралық талаптарға сәйкес пе десек, сәйкес емес деп айта аламыз, сенімді түрде. Неге? Оның бір белгілері, мысалы, біздің денсаулық сақтау министрлігінің жұмысы. Әр қазақстандық байқап отыр, осы саланы басқарып отырған адамдар қайта-қайта өзгере береді. Не себептен өзгереді? Біздің ойымызша, ол адамдар дайын емес, осы саланы басқаруға дайын болған жоқ. Себебі олар осы басқару саласында көптеген қате жасайды, басқада заңсыз істер жасайды. Сол себептен жұмысында ұзақ отырмайды осы қызметте, бірін-бірі ауыстыра береді. Жақын арада фармация комитетінің басшылары толық ауысты. Себебі сол комитеттің басшылардың бірі өте үлкен саяси қате жасап, мына егде адамдар туралы, зейнетақы алатын адамдар туралы дұрыс емес пікір білдірген. Қымбат дәрілерді оларға беруге болмайды. Одан да біз шетелге сатқанымыз да дұрыс, Қазақстанда шыққан дәрілерді деп. Сондай пікір айтқан. Ол енді бұл басшының өте төмен деңгейі бар екенін айтады. Ал жалпы айта келетін болсақ, осы көп жылдан бері менің айналысып жүрген жұмыстарым ол мына сапа жүйесі, сапа менеджменті дейміз. Сол сапа менеджменті біздің денсаулық сақтау министрлігінде енгізілмеген. Егер де енгізілген десе, ол мүлдем қағаз бетінде деп айтуға болады. Өйткені министрліктің істеп жатқан істеріне қараған кезде, ол жерде былай нақты істеген сапа жүйесі бар деп айтамаймыз. Көп жыл бұрын, 10 шақты жыл бұрын, Қазақстанның үкіметі, көп министрліктер өздерінің аппаратында осы халықаралық стандартты, сапа жүйесінің менеджмент стандартын енгізуге бастаған, бірақ ол дұрыс жолға қойылмады. Көпшілігінде формальды түрде өтті, қағаз жүйесінде қалды, сонымен ешқандай нәтиже болмады. Ал енді соны айта келетін болсақ, онда министрліктің өзі, оның төменгі жағындағы департаменттер, комитеттер әрине көп қате жасап, сондай бір нәтижелі еңбек істеп жатқан жоқ. Әрине біз бұлай әділетті болсақ, айта кетеміз, мына соңғы жылдары үкімет саласынан көп өзгерістер жасалды, қаржы бөлініп жатыр денсаулық сақтау саласына. Бұрыннан келе жатқан емдеу мекемелері қайтадан жаңартылып, құрал саймандар алып, кеңейтіп, сөйтіп жатыр. Республиканың региондарында, облыстың орталықтарында, ауданның орталықтарында жаңа ғимараттар салынып, өзгерістер болып жатыр. Еліміздің астанасында мына заманға сәйкес жақсы медициналық орталықтар пайда болды. Ол енді мен айта келсем, ол нейрохирургия орталығы, мысалы кардиохирургия орталығы, соларды басқаратын үлкен ғалымдар жұмыс істеп жатыр. Ал бірақ айта кететіндей, мынандай алдыңғы қатардағы медициналық орталықтар санаулы. Ал енді көпшілігінің бәрінің қызметі төмен деңгейде десек артық болмайды. Оның себебі, ең бірінші себебі ол дәрігерлердің деңгейі. Ал дәрігерлердің деңгейі қалай жақсы болады, егер де біз жалпы мамандар дайындау
саласына қанағат болмасақ. Мысалы, соңғы кезде медицина оқу орындары, университеттері, академиялары, колледждері саны көбейіп кетті. Оның ішінде бұрынғы мемлекеттік, ұлттық оқу орындарына қатар жекеменшік университеттер, оқу орындары пайда болды. Әрине, олар пайда болғаннан кейін оларға мұғалімдер керек, жақсы мамандар жетіспейді. Мұғалімдер, профессорлардың деңгейі түсіп кетті қазір соңғы кезде. Сол себептен оқу саласында да көп кемшіліктер болып жатыр. Саны бар, сапа жоқ. Сосын бұрынғы ұлттық медицина оқу орындарының да оқитын студенттердің саны өсіп жатыр. Әсіресе төлемақы төлейтін жаңағы факультеттер, бөлімшелер пайда болды. Ол жерде болашақ дәрігерлер ақша төлеп оқи береді. Ол ақшасын төлесе, әйтеуір бір бағасын алады, соныменен дәрігердің дипломын алып шығатын болып жатыр. Сол себептен бізде қазір әрине айта кету керек, жақсы дәрігерлер де бар, бірақ оның арасында көп жаңағы білімі төмен, тәжірибесі жоқ дәрігерлер істеп жатыр. Оған себеп болатын тағы да мысалы мына жаңадан салынып жатқан медициналық орталықтар. Бұрынғы мемлекеттің, үкіметтің жаңағы дәрігерлік мекемелеріне қосымша қазір жаңадан салынған жекеменшік медициналық орталықтар көбейіп жатыр. Ал олардың көбін басқарып атқан қалтасы бар, қаржысы бар бизнесмендер. Оның көбі мысалы денсаулық сақтау саласынан алыс. Тек қана жаңағы қаржы бөлген, енді қазіргі тілмен айтқанда инвестор дейді, 8-9 қабат ғимарат салған, әдемі, іші жарқырап тұр, құрал саймандарды жеткізген, ал оларды пайдаланатын дәрігерлердің деңгейі қандай? Ал енді бұлай айтып көрсек, мына халықаралық тәжірибе бойынша айтатын болсақ, әр клиникада, мысалы мамандандырылған клиникада оны басқаратын үлкен ғалым, жоғарғы дәрежедегі дәрігер болу керек. Профессор, сол клиниканы басқаратын профессор болу керек. Ал енді ол бүкіл жаңағы мына жас дәрігерлерге, жас мамандарға кеңес беріп, солардың жұмысын басқарып сөйту керек. Сосын мына күрделі жаңағы аурулар болған кезде жаңағы клиниканы басқаратын дәрігерлер, атақты дәрігерлер, халықаралық деңгейде танымал болған дәрігерлер, солар жаңағы диагнозды анықтап қойып, ары қарай сол клиникада емдеуге бола ма, Қазақстанда емдеуге бола ма, жоқ, бұл жаңағы ауру адамды шетелге жіберу керек па дегендей шешім қабылдайды. Немесе күрделі жаңағы хирургиялық жаңағы емдеуді, басқа да емдеулерді, мысалы сол клиниканы басқаратын дәрігер өзі өткізеді. Сондай, қазіргі жағдайда мысалы клиникалар, жаңағы медициналық орталықтар жекеменшік көбейіп кеткеннен кейін дәрігерлер жетіспейді, ал енді оны басқаратын жаңағы атақты айтып отырған мамандар да жетіспейді. Сондықтан қарап отырсаңыз, сол орта білімді, орта дәрежелі дәрігерлер көп. Оған енді оны әркім өзі шешеді, кейде амалсыздан барады, ал енді жағдайы бар азаматтар олар басқа жолдарын іздейді. Егер де тағы айта кететін болсақ, біздің мына қазіргі замандағы денсаулық сақтау саласы. Енді бұл жерде міндетті түрде көрсетілетін медициналық көмек. Орысша айтқанда гарантированная медицинская помощь дейді. Ол енді санаулы аурулар,
оларға міндетті түрде барған адамға көмек көрсетіледі. Бұл жерде кемшілік тағы көп. Иә, сіз құқыңыз бар, міндетті түрде тегін медициналық көмек көрсетеміз, бірақ бізде қазір аурулар көп, біздің мүмкіндігіміз жоқ. Сіз 10 күн күтесіз, 20 күн күтесіз, немесе 2 айдан кейін келіңіз деген жағдайды естиді. Ал енді жанына ауру батып тұрғаннан кейін, ол адам қиналады, қиналғаннан кейін амал жоқ, өзінің мүмкіндіктерін пайдаланып, тапқан ақшасын пайдаланып, сол әлгі төлемақы төлеп емделеді. Ал енді егерде сіз ақша төлейтін болсақ, ол жерде кезек жоқ. Барасыз, емделесіз, бірақ ол жерде де оның сапасына кепілдік жоқ. Мысалы. Сондықтан бұл жерде жаңағыдай мына міндетті түрде көрсетілетін медициналық көмектің өздерінің проблемалары көп. Ал айта келсек, міне соңғы жылдары, міне 2-3 жыл болды, міндетті түрде әлеуметтік медицина сақтандыру фонды құрылды, қоры құрылды. Ол қордың мақсаты мына біздің халықтың денсаулық сақтау саласындағы мәселелерді шешу. Ол енді әрине жақсы жаңалық, бірақ бұрынғы тәжірибені, бұрынғы тарихты айта келсек, осы қордың басшылары жемқорлыққа салынып, әлем ақшаны ұрлап, біреуі қашып, біреуі сотталып, сонымен ол қор өзінің жұмысын аяқтаған. Енді қазіргі біздің қауіпіміз сол қор өз ақшасын дұрыс пайдалана ма? Бұл жерде жаңағыдай әлгі өткен қордың егерде тәжірибесіне қарасақ, олар жаңағы өздерінің сол қордың басқаратын адамдардың жалақылары, жоғарғы жалақы береді оларға, қымбат көлік алады, өздерінің офистерін әдемілеп қымбаттап қояды, шетелге командировкалар шығады. Соныменен ол қорға түсіп атқан қаржы, мысалы мына компаниялардан, жұмыс орындарынан түсіп атқан ақшаны сол қор дұрыс пайдалану мәселесі. Соны толық денсаулық сақтау саласына жіберсе, вот сонда ол қордың нәтижесі болады. Егерде бұрынғыдай жолға түсіп, әрине тағы да айта кететінім, менің маман ретінде сол қорға да жаңағы менеджмент жүйесі керек, басқару жүйесі керек, сапа менеджменті керек. Егерде ана жақтан, мына жақтан келген адам басқару тәжірибесі жоқ болса, сол өздерінің білгенін істейтін болса, олар қайтадан қате жасайды, ол қор өзінің жұмысын дұрыс қоймайды, соныменен оның нәтижесі болмайды, тек ақша жинау болады. Сол бір жағынан. Екінші жағынан, ал енді ол қорға ақша төлейтін жаңағы мына компаниялар, жұмыс орындары ғой, негізгі оған төлейтіндер. Ал егерде бізде мысалы 3 миллионға жуық адам бұлай ресми статистикаға қараған кезде тұрақты жұмыстар жоқ. Жаңағы уақытша жұмыс жасайды, немесе жұмыссыз адамдар, олар осы қорға қосыла алмайды. Қордың мүмкіндіктерін пайдаланамайды. Енді интернетте жүр, ресми адамдардың сөздері, егерде дейді, сіз сол қорға тиісті ақшаларын төлемесеңіз, сіз сол өзіңіздің қарызыңызды өтеуіңіз керек алдымен. Сол қордың арқасында жаңағы емдеу ұйымдарына барып, сол жерден мекемелеріне барып емделу үшін сол алдымен қарызыңызды өтеуіңіз керек. Ол егерде жұмысы жоқ болса, немесе жұмысын жоғалтып алса, онда қалай болады ол? Ол қалай өтейді ол? Оның ақшасы жоқ. Емделу керек, денсаулық жоқ. Енді ол ресми түрде жаңа қызметі жоқ, қызметте жоқ адамдар бізде сол 3 миллионға жуық деген статистика бар.
Олар қалай болады? Тағы бір мәселе, қазіргі үкіметтің көтеріп атқаны, мысалы жағдайы бар, мүмкіндігі бар азаматтар өздері еркін түрде медициналық сақтандыру жүйесіне қосылу керек дейді. Ол жерде миллиардтаған ақша түсіп жатыр екен. Ол еркін медициналық сақтандыруды жасайтын жекеменшік сақтандыру компаниялары. Әрине түсінікті, олар енді бизнесте ғой. Сондықтан олар түскен ақшаның 100%-ын жібермейді. Оларда да сол өздерінің офистері бар, о жерде істейтін қызметкерлері бар, олардың жалақысы бар, олардың жаңағы автокөліктері бар, республикаға немесе шетелге шығатын сапарлары бар, соған жұмсайды. Сосын әрине ол түскен ақшаның енді қазіргі мысалы ресми ақпаратқа байланысты сол түскен ақшаның 70%-ы кетеді дейді. Ол енді рас па екен, оны тексеру қиын. Мына денсаулық сақтау саласына дейді. 30%-ы сол ақшаның, енді егерде ол миллиардтаған теңге болса, соның 30%-ы сол компания, сақтандыру компанияларында қалады екен. Ол бизнес. Әрине оған әркімнің қолы жетпейді. Сонысын мысалы төлемақы медицина, сен платный медицина дейді ғой. Енді оған жаңағы барып атқандар әлгі міндетті түрде тегін алатын емдеу қызмет емес, оған кірмейтін жағдайда енді әлгі мысалы жедел медициналық көмекке кірмейтіндер, олар енді жаңағыдай әлгі алдында айтып кеткендей ұзақ уақыт күту керек болса, жаңағы әр медицина мекемесінде үлкен кезекке тұру керек болса, ондар олар өздерінің қаржыларына, өздерінің мүмкіндігінен ақша төлейді. Енді оның бәрі жаңағы жағдайы жақсылығынан емес, амал жоқтан болуы да мүмкін. Енді ол ақша төлейді жаңа медицина мекемесіне, одан олар сол диагностикадан өтеді, емделеді, бірақ олардың да жаңағы емдеу сапасы қалай болады? Ол да жеке әңгіме. Егерде жаңағы емдеу орталықтарында менеджмент жүйесі жоқ, басқару жүйесі жоқ, мамандар, мына басқарушы мамандар әсіресе өздерінің басқару тәжірибесі болмаса, әрине ол жерге барған адамдар қанағат болмайды. Оны да біздің жоспарымыз бар зерттеуге, ол әртүрлі мәселелерін зерттейміз. Ендігі бір мәселе, жаңағы біздің жағдайы бар азаматтар шетелге кетіп жатыр. Енді біздің егемендік алғалы, міне 30 жылдан бері көп азаматтар шетелге барып, ол Израиль, ол жаңағы Германия, Оңтүстік Корея, басқа мемлекеттерге барып, алдыңғы қатардағы клиникаларға ақша төлеп, емделіп жүрген азаматтар да көп. Енді оған әркімнің қолы жете бермейді. Сондықтан ол біздің республикадан кетіп атқан қаржы деп түсіну керек. Сондықтан біздің денсаулық сақтау саласының деңгейін көтеру керек. Медицина да істейтін мамандардың деңгейін, тәжірибесін, білімін арттыру керек. Оған байланысты көп жұмыс жасау керек. Сондықтан әрине кемшілік көп. Ол кемшіліктің бәрін айта берсек дұрыс бола ма, соның жолын іздеу керек. Ал жолы жаңағы біздің мына денсаулық сақтау министрлігі халықаралық тәжірибені зерттеу керек. Сол халықаралық тәжірибені пайдалану керек. Әлгі жемқорлық, сыбайластықты жою керек. Бүкіл медицинамыздың денсаулық сақтау саласының деңгейі сонда көтеріледі деп
сенеміз.